Бүгін біз көркемдегіш құралдар жайлы айтатын боламыз. Ең қызығы кітаптағы жаттанды ғылыми тілмен айтылатын терминология емес, қарапайым тілмен түсіндіретін боламын. Құрметті оқушылар, назарларың менде болсын. Себебі сөз өнері ол көркемдегіш құралдар әуезділіктің, бейнеліліктің және әсерліліктің құпиясы екенін білулеріңіз керек. Сонымен, қаламгерде 6 құпия бар делік. Біріншісі ол дыбыс әуезі, оған аллитерация мен ассонансты жатқызсақ, сөз бейнесі одан теңеу мен эпитет орын алсын, ал қиял өлшемі гипербола мен литотада. Сонымен, дыбыс әуезі өлеңнің ырғағы мен музыкасы қалай жасалады деп ойлайсыз? Әрине ұйқастың арқасында. Мысалы, соның бірі аллитерация. Аллитерация дегеніміз экранға назар сала отырып мән берсеңдер, неғі байқап тұрсыздар? Қ, 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 Б, 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 яғни сөздің басында белгілі бір дауыссыз дыбыстардың қайталана беруін аллитерация деп атаймыз. Мәселен, болаттай, берік, бел, байлады. Келесі, ассонанс. Бұл керісінше бірдей дауысты дыбыстардың сөйлемдегі әр сөздің басында қайталануы өзара әуезділікті тудырады. Мәселен, елең еткен ел естен кетпес. Елең е, еткен ел е, естен е. Әуезділік емей немене. Келесіге назар салсақ, сонымен сөз бейнесі заттар мен құбылыстарға жан бітіру тәсілдеріне де негізделген екен. Ендеше теңеу дегеніміз не? Теңеу дегеніміз бір затты немесе құбылысты екінші бір затпен ұқсастығына қарай салыстыру. Ол дай, дей, сияқты секілді деген көмекші құралдар арқылы жасалады. Мысалы, батыр арыстандай айбатты. Осы жердегі арыстандай теңеу. Қыздың жүзі айдай жарық. Бұл жердегі теңеу айдай. Келесі эпитет дегеніміз не? Эпитетті қарапайым тілмен сын есімдер. Заттың құбылыстың ерекше қасиетін, сапасын айқындайтын бейнелі анықтауыш. Мысалы, түн қандай қараңғы, күн қандай алтын. Бұл бейнелі анықтауыш. Сонымен қиял өлшеміне де келіп жеттік. Әсерлік үшін шындықты өзгерте аламыз. Мәселен, гипербола дегеніміз не деп ойлайсыздар? Экранға назар салсаңыздар, нені көріп тұрсыздар? Әрине лупа. Көзінен жас көл болды. Бір сөзбен жерді жарды, дүниені төңкеріп жіберді. Бұл гипербола, яғни кіші затты ұлғайтып айту. Ал литота дегеніміз керісінше үлкен затты кішірейту. Мысалы, бір түйірдей ғана бала, жап-жас бала, ештеңеге мән берілмейтін іс десек, дәл осы құралдар тілімізді көркейтеді. Сонымен көркемдегіш құралдардың матрицасына келетін болсақ, аллитерация дауыссыз дыбыстың қайталануы, ассонанс дауысты дыбыстың қайталануы. Ал теңеу дегеніміз не? Салыстыру. Эпитет бейнелі анықтауыш болса, гипербола ол асыра сілтеу, үлкейту болмақ. Литота кемітіп көрсету. Сәттілік тілеймін сендерге балалар. Сөздің құдіреті бұл тәсілдер ғана емес, ереже ғана емес, нағыз шеберліктің шеберханасы.